Армысыз көрермен, бұл бірге бір бағдарламасы. Бүгінгі студиямыздың қонағы волейболда отырып ойнаудан ұлттық құраманың бас бапкері Бауыржан Тахауов. Айта кетейік, бағдарламамыздың демеушісі Олимпиад. Бауыржан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Шүкір, жақсы бәрі. Өзіңіз 1998 жылы Маңғыстаудан Ақтөбеге көштіңіз, е? Иә, оған дейін Маңғыстауда тұрдым ғой. Маңғыстауда тұрдыңыз. 89-дан 98-ге дейін Маңғыстауда тұрдым. Ақтөбеден кейін Атырауға ауыстыңыз, кейін Алматыға, міне жақында ғана Астанаға қоныс аударыпсыз. Мұның астарында бір шешімнің көрінісі жатыр ма, әлде жай ғана географиялық ауысым ба? Жоқ. Енді кезінде студент болып ең бірінші теміржол техникумда оқыдым. Одан Алматыда теміржол институтында оқыдым. Сол жұмыста жүргенде теміржолда жұмыс жасадым. Сол жерде өндірістік зақым алдым, производствоны тұрамын. Сол бұрын енді Союздың уақытында жаңағы жолдама береді, оқу бітірген уақытта. Сөйтіп Маңғыстауға бардық. Маңғыстауда сол станция Маңғышлақта механик болып жұмыс жасадым. Сол жерде жүргенде жұмыстан бір зақым алып, сол аяқтан жаңағыдай оң аяғымның астынан, тіземнің астынан сол жаңағы жарақат алып, ампутация болып, сол теміржолда сол авариядан кейін де бір 6 айдай жұмыс жасадым, диспетчер болып. Сосын осы паралимпиадалық спорттың түрі, осы отырып ойнау волейболдың жігіттері ұйымдастырған сол жерде. Қылышбаев Аман деген, Құлышев Нұралы деген жігіттер. Солармен бірге сол 90-шы жылдардың басында тренировка бастадық. Сол Маңғыстаудан үйреніп, сол 98-ші жылы сол Ақтөбе қаласына көшіп келдім. 98-де осы волейболды ұйымдастырдық Ақтөбе қаласында. Ол жерде Құралай Базарбайқызы Байменова апайымызбен бірге жұмыс жасадық. Ол кісі сол мүмкіндігі шектеулі жандар арасында үлкен қызмет жасап отқан кісі. Енді Қазақстанның еңбек ері апайымыз өзі сол арбада отырса да осы мүмкіндігі шектеулі жандарға үлкен қолғанат болып жұмыс жасап отқан адам. Осы 2025 жыл жалпы ұлттық құрама үшін өте табысты жыл болды. Өйткені Қытайда өткен Азия чемпионатында біздің жігіттер бірінші орын алды. Сонау Қытайда өтіп тұрса да, Қытайдың ең мықты командасын ысырып бірінші орын алды ғой. Бұл оңай болмаған шығар. Енді біздің осы Қазақстан волейболы 87 жылдан бері қарай өзінің тарихы бар. 87 жылы ауған соғысының ардагерлері Алматы қаласында ұйымдастырған бастап. Сол енді 30 жылдан асты ғой, енді қаншама уақыт, 40 жылға жақындап қалды. Ол кезде жаңағы Жәнібек Сауранбаев ағамыз әлемге әйгілі волейболшы, сол ағайымыз сол 10 жыл ұлттық құраманы жаттықтырды. Сол кісілер бастаған. Енді жаңағы 2018 жылы осы Қазақстанның параволейбол федерациясы құрылды. Соны параволейбол федерациясының ішінде осы отырып ойнау волейболы, жаңағы жағажай волейболы деген волейболдың жаңа түрлеріне бөлінеді. Сол министрліктен жаңағы аккредитациядан өтіп, жаңа бүкіл әлемдік параволейбол федерациясының жаңағы сенімін, жаңағы признаниясын алып, сол бүгінгі күні сол федерация үлкен қызмет атқарып жатыр. Оның президенті бүгінгі күні осы мәжілістің депутаты Тұрғанов Дүйсенбай Нұрбайұлы ағамыз үлкен қызмет жасап жатыр. Сол біздің осы параволейбол дамуына өзінің үлесін қосып жатыр. Осы параволейбол федерациясын құрып, әр өңірде жаңа филиалдар ашылды. Бүгінде оның саны 14-ке жетті. 14-ке жетіп отыр. 2000 биылғы жылы маусым айында Қытайда өткен Азия чемпионатында тұңғыш рет жеңімпаз атанды. Және де күні кеше осы өткен айда Америка елінде өткен әлем кубогында қола жүлдегер атанды. Биылғы жылы ол өте табысты жігіттер үшін сол еңбектерінің көріне бастағандары. Сіздің дегеніңіз, бұл жерде әлем кубогында қолаға қол жеткіздіңіздер ғой. Сол кезде Мысыр бірінші орын алды. Мысыр бір қолыққа басқан екен. Сол туралы айтып беріңізші. Жоқ, ол жерде қолыққа басқанда тактикасы ерекше болды. Олар анау Мысыр командасы да өте әлі мына паралимпиада ойындарының қола жүлдегері, өте жақсы команда, мойындау керек. Әлемде жаңа айттым, 70-тен астам команда бар. Иран командасы паралимпиада ойындарының бірнеше дүркін жеңімпазы.
және Босния Герцеговина. Босния командасы да өте мықты команда. Ресей командасы да өте жақсы команда. Сол алдыңғы өткен, жаңа былтырғы өткен, жаңа Парижде өткен Паралимпиада ойындарында Мысыр командасы қола жүлдегер атанды. Бізге мына жерде олар жаңа жартылай финалда біз енді өз подгруппадан бірінші орын алдық. 14 команда қатысты. Сол өзіміз группада кездескен 6 команданың барлығын ұтып, өз подгруппамызда бірінші орынмен шықтық. Мысыр командасы бізге түсу үшін, жаңа сіз құлдық деп отырсыз, ол жерде сол ана Бразилия командасына жаңағы подгруппадан екінші орынмен шықты бізге түсу үшін. Бразилиядан әдейі ұтылды ма? Жоқ, әдейі ұтылды ма, енді ойындары жүрмеді ме, онысы білмеймін. Өздері ғана біледі. Өздері біледі. Тактика болуы мүмкін. Тактикалы болуы да мүмкін. Біз ана енді Америкада өтіп жатыр ғой, Америка ұлттық құрамасына түспес үшін біз Америка командасын 3-2 ұтып тұрғанбыз. Ұттық сол өзіміздің группада ойнаған уақытта Америка екінші орынмен шықты. Америкаға түспес үшін олар сол Бразилияға жаңа крест на крест ойнайды. Сол бізге түсті. Біздің команданы ұтты. Біз үшінші орынға Бразилия, Америка, олар Пан-Америкада өтіп жүр жарыстары. Бразилия сол Американы ұтып, біз қола жүлде үшін Америкамен қайтадан ойнадық. 3-1 жеңіске жетіп, сол жігіттер 3-ке сол қола жүлдегер атанды. Өзіңіз жаңа айтып отырған Паралимпиада ойындары. Біздің команда 5-ші орында. Бірақ сол Паралимпиададан кейін тіпті төрешілердің жағы да айтқан екен, ол жерде бір кішкене қателіктер болған дейді. Сіз не дейсіз? Қателіктер болды. Қай жағына кетті? Біз Босния командасымен ойнап жатқанбыз. Сол Босния командасында жаңағыдай бір 2-3 негізгі ұпайымыз берілмей қалды. Енді жаңа челлендж болады деп ойладық. Қайталап көрсету ондай болмады. Осы жерде сол Босния командасымен енді 25-тен бітеді ғой енді бір партия. Сол 24-те 24 болып тұрмыз. 23-те. Сол енді жаңағыдай ережеге сай емес допты көтерген үшін бізге беру керек очконы. Бірақ сол Босния командасына келіп, сол 3-2 командасы, партия 3-2-мен сол біз Босния командасына ұтылдық. Босния командасы да әлемде өзінің бірнеше Паралимпиада ойындарының 3 рет жеңімпазы, бірнеше рет Паралимпиада ойындарының күміс жүлдегері. Өте мықты команда дейсіз ғой. Олармен тең ойнадық. Бірінші күні сол былтырғы сол Парижде Франция командасын 3-ке 0 өтті. Сол ары қарай өздерінің басқа командалармен өте керемет ойын болды. Біз үшін сол 5-ші орын үшін біз Бразилия командасымен ойнадық. Бразилияны 3-ке 0 өттік. Қандай сабақ алдыңыз сол қателіктен? Енді бізде мына біздің менің сол осы Қазақстан спортшыларының бізде мына аяқтан зақым алған балдардың ішінде бойы ұзын балдар азды. Ең ұзынымыз 1,85 м. Аналардың бәрі ойыншылары, басқа шетелдің спортшылардың бәрі 2 метр, 2 метрден жоғары. Жаңа Иранның ойыншысы бар 2,47, 2,5 метр. Босния командасы барлығы түгел дерлік 1,95 м, 2,5 солай ұзын ойыншылары, спортшылары. Сол жаңа ұзын спортшыларға қарсы енді өзіміз Египет командасы сондай ұзын кілең ойыншыларының бәрі. Соларға қарсы сабақ алғанда, соларға қарсы енді жұмыс жасауымыз керек. Сол жаңағыдай өзіміздің несінде неден пас берген уақытта сеткеден жаңағыдай қашықтау отырып, жаңағыдай касание болу үшін сол блокқа ұрасыз. Не болғанда да тиіп, ауып кетсе, бірақ касание болса, сол үшін сондай көп өзіміздің енді тактикалық команда. Тактиканы өзгертіп жатырсыздар. Соны айтып отырмын. Жақсы. Бауыржан мырза, дәл қазір бізде эфирде жарнама. Жарнамадан кейін, бірер минуттан кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз. Сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бауыржан мырза, биыл өзіңіз мемлекет басшысының жарлығымен құрмет орденімен марапатталдыңыз. Шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы сіздің ішкі марапатыңыз қандай? Бұны қалай қабылдадыңыз? Енді көп рахмет. Сол спорт министрлігіне, Атырау облысының спорт басқармасына, сол облыс спорт, жаңа Атырау облысының спорт басқармасы және біздің республикалық федерация ұсынған сол министрлік сол өздері ары қарай ұсынып, сол мемлекет біздің енді елдің президентінің атынан сол жаңағыдай құрметте осындай марапат бергеніне қуаныштымын. Көп рахмет. Енді еңбегіміздің
жемісін сөйтіп бағалап жатса, алғысымыз шексіз. Көп рахмет. Сіз дайындап отырған команда 12 жылдан бері Қазақстан чемпионатында бірінші орын бермей келе жатыр. Атыраулық команда. Оның сыры неде? Оның артында қандай қиындықтар жатыр? Енді бұл командалық спорттың түрі. Мен енді сол Атырау облысында 2004 жылы, 2002 жылы келіп қоғамдық ұйым ретінде құрған болсақ, сол 2002-ден бастап сол жаңағы аяғынан зақым алған балаларды жинастырып бастадық. Және де сол Қазақстанның әр жерінен іздейміз жаңа аяғынан зақым алған балаларды. 2004-2005 жылдары бастап. Сосын сол Атыраудың жергілікті балаларын жаңағыда Атырау облысынан, енді өкінішке орай Қазақстанда сол 2002 жылдары біздің Атырау облысында 9 мың, 11 мың мүмкіндігі шектеулі жандар болды. Соның 5-10% балалар болатын. Бүгінгі күні 15-20% аралығында деп айтады балалар. Көбейген, Көбейіп кеткен. Енді Қазақстанның өзінде көбейіп кетті. Бұрынғы 2002 жылдары Қазақстанда сол 350 мың аралығында болса, Қазақстан бойынша бүгінгі күні 800 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі жандар бар. Бүгінгі күні сол 800 мыңның 15-20% балалар. Енді сол балаларды жаңағыдай спортқа тартып, денсаулығын нығайтуға бір үлес қоссақ, солардың бір қоғамға бір жақсы қалыптасып кетуіне, сол өзімнің бір ішкі неге жан дүнием бір жақсы бір өзіме бір сол балалардың бір көзқарасына қарап отырып, соларға бір іштей өзіме риза боламын. Сол сіздің жеңісіңіз деп Сол менің білесіз, жеңісім деп есептей аламын. Жақсы. Сол. Қаншама қиындықтар өтті ғой. Тіпті сіз ойыншы іздеп Ақтөбенің базарында кесіп кеткен екенсіз ғой. Ондай да болды. Оны бәрін сіз біліп алған екенсіз. Ондай болды. Сол естисіз ғой, жаңағыдай. Ана жерде қалалық горсовезден мына протез қондыруға балаларға жаңағы жолдама береді. Алматы қаласындағы протездің заводқа, жаңағыдай басқа да өңірлерде. Сол жаңағы горсовезден барып, ана балалардың данныйын сұраймыз. Жаңа осындай балалар бар ма протезге? Сосын олар айтады, осындай балалар бар деп. Сосын облыстық ауруханаларда жаңағыдай естисіз, жаңа авария болыпты, осындай болыпты, аяғынан жаңағыдай ампутация жасапты. Сол балаларға өзімде және шәкірттерімді бірге ертіп барамын. Ештеңе жоғалған жоқ, сен спорт арқылы бәріне қалыптасасың. Ана кішкене бір жағынан жаңа морально-психологический поддержка болады олар балаларға. Бір жағынан сол балаларға ештеңеге мұңайма, кел спортқа, бәрі ештеңе жоғалған жоқ, жететін әлі бәрі алда деп. Сол балаларды кішкене қоғамға сөйтіп тәрбиелейміз. Сол балаларды сондай іздеп отырамыз. Сол енді қазір Атырау облысында ол нәрсе өзінің орнына қойылған. Сондай балаларды жинап, сол балаларды жаттықтырып, күніне 3 сағат, 4 сағат жұмыс жасайды ол балалар. 2 мезгіл тренировка жасайтын уақыттары болады, оқу-жаттығу жиынының уақытында. Сол балалар енді өздерінің сол еңбектерінің арқасында бүгінгі күні Қазақстанның 12 дүркін жеңімпазы болып тұрмыз. Сондықтан ұлттық құраманың негізін сол Атырау облысының спортшылары құрап отыр. Сол қара қазандай қайнаған қоғамнан оқшауланған және де тағдырдың тауқыметіне тап болған жандардың жүрегіне сенім отын сіз қалай жақтыңыз? Енді айтып отырмын, сол балаларды мен енді өзімде 22 жасымда аяқтан зақым алдым деп айттым ғой, 22 жасымда, сол 90 жылы. Енді біз ересек болып келіп осындай жағдайға түстік. Студент болдық. 22 жасымда. 22 жасымда. Ана балалар болады, кішкентай кезінде жоғалтқан балалар. Олар енді түсінбейді ғой, аяқтан бала кезінде 7-8 жасында, одан қалды 10 жасында деген сияқты. Сол балаларды енді ол баланы кішкене түсіндіру үшін де, спортқа келу үшін де үлкен жұмыс жасалады. Яғни сіз сөйлескенде бірден келісе қоймайды ғой, сене қоймайды ғой. Ата-анасымен сөйлесесіз, ондай нелер көп менде енді мысалдар нелер. Бір-екі мысал айтайын. Ақтөбе қаласында тұрғанымда жаңа бір баланы естідім. Осындай аяғынан жаңағыдай авария болыпты, аяғын кесіп тастапты деп, ампутация жасап. Сол баланың үйіне бардым. Сонда ол бала бұрын спортпен шұғылданған бала. Мен айттым, ешқандай ештеңе жоғалған жоқ. Сен кел спортқа кел. Жаңағы
ата анасымен сөйлесіп сол өзіміздің волейболға алып келдік. Дайындалды. Қазір үлкен кәсіпкер сол бала. Сол Қазақстанның жеңімпазы болды, чемпионатының жүлдегерлері болды, бірнеше халықаралық турнирлерге қатысты. Сол балалар сол спорт арқылы өзінің денсаулығын нығайтты. Соған бір нығайтуға бір кішкентай ғана себепші болып кеттік. Сол сияқты сондай мысалдар көп дейсіз ғой. көп. Сосын жаңа мен сізге бір айтайын, бір Атырауда жүрген жерімде осындай кездескен уақытта айтып отырамын. Телеғалиев Ильяс деген бала бар. Азамат жігіт, енді қазір 4-5 баласы бар. Жаңағы диагнозы ДЦП, детский церебральный паралич. Сол 2008 жылы, енді ол кезде 20-дан асқан жігіт келіп бір, ағай, мен қандай спортпен шұғылдансам болады. Сол кезде енді ол волейболға келмейді оның диагнозы бізде. Мен айтам, сен жаңағы спортпен шұғылданатын ойың болатын болса, саған сол жаңағы пауэрлифтинг спорты, жаңағы штанга көтеріп кеудеден, сонымен дайындалды. Сол жерде Николай деген ол кісі қазір қайтыс болып кетті, тренер болды, Занкевич. Сол кісіге айтамын, Николайға сіз аласыз ба, осы жігітпен жұмыс жасап көрейін деп бастады. Сол жігіт басында сол жаңа темірді, грифтің өзін көтере алмады, 10 килограммдық, 15 килограммдық. Бір жылдан кейін, жыл жарымнан кейін ол жігіт жаңа 65-70 сөйтіп көтеріп, соңғы рекорды жаңағы 136 килограмм. Сол бола, соғынан спортпен шұғылданып, бүгінгі күні сол өзінің санатындағы балаларды жаттықтырып, қазір бүгінгі күні жаттықтырушы, оқуын бітірді. Өте білімді жігіт. Сол мысал ма? Мысал ғой, енді ол бұрын спортпен шұғылданып 10 килограммды көтере алмаған жігіт бүгін 130 килограмм көтереді. Ол қаншама адамға үлгі. Өзінің санатындағы балдарға соларды жаттықтырып, ол балдарды ертең жаңағыдай дайындап, ол балдардың да жаңағыдай қоғамға бір қалыптасуына үлкен үлесін тигізеді. Бауыржан мырза, және сіз бір шәкіртіңізге кезінде былай деген екенсіз. Яғни әдетте оны достары 9-шы қабатқа көтеріп кіргізген үйіне, және сіз осы күннен бастап баспалдақпен өзің көтерілесің 9-шы қабатқа деп айтқан екенсіз. Яғни бұл қаталдығыңыз бүгінде жақсы нәтиже беріп отыр ма? Ол бала, жаңа айтқан сол бала, Ақтөбеде жаңа үйіне бардым дедім ғой. Сол өзім маған жақын районда тұрды. Тренировкаға барғанда жаңағы машинамен алып кетем, келерде алып кетсем, естіп қалды. Бір 2-3 бала, бір әкеліп тастайым, тренировкадан 2-3 бала күтіп тұрады, 2 әкеліп тастайым, 2-3 бала күтіп тұрады. Сосын ол баладан сұраймын ғой, жаңа, Серік, сен мына балдар неге күтіп тұрса? Ана балдар барғаннан кейін менің көзімше кастельмен түседі, жаңағыдай. Ана балдар көтеріп алады екен, 7-ші ме, 8-ші этажда тұрады үйдің. Соған көтеріп алып кетеді екен. Мен айтамын, жоқ, олай болмайды, сен спортта жүрген адамсың. Сен ана дағдылан. Әр баспалдақтан өзің жаңа қолыңа күш сол немен жаңа балтақпен көтеріл. Бір жағынан сенің денең шынығады. Соған өзіме талап қойдым. Ол бала соған келісті. Артынан сол бала денесін дүртізе ұстап, кәдімгі жеңіл көтеріліп, жеңіл түсетін болды. Одан ол балаға денсаулығына жақсы болды ғой. Жеңіс жалпы өзіңді аяуды тоқтатқан кезде басталады дейікші, иә? Солай. Өзіңді аямау керек. Енді спортта жүретін болса, өзіңді аямауың керек. Бауыржан мырза, дәл қазір бізде эфирде жарнама. Құрметті көрермен, жарнамадан кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз. Бауыржан мырза, сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Сонымен 1990 жыл, 35 жыл бұрынғы Маңғышлақ пойызы, түнгі кезекшілік. Ол оқиға әлі күнге дейін есіңізде ме? Түнгі кезекшілік емес, күндіз, сағат күндіз 10:20-да мен сол жаңағы кезекші дежурныйға, неде отырған дежурный подстанция, соған алдына журналынан запись жазып кеттім. Осы уақытта мен осы 2 стрелканы тексеремін деп. Сонда енді мына жағымнан келесі жаңа жолдардан, мына оң жағымнан, сол жағымнан ол кезде пойыз көп, товарный пойыздар өтіп жатыр. Пассажирский жаңағы 4 станция Атырау жаңағы Маңғышлақ пойызы сол Маңғышлаққа келеді де 4 вагон өзенге кетеді, қалғандарын бәрін тупикке кіргізіп тастайды. Сол кезде жаңағы маневровый тепловоз бір жағы көрінеді, бір жағы көрінбейді. Маневровый тепловозбен вагонды итеріп жатқанда мен ана тексеріп отқан стрелка арқылы сигнал ашылып өтіп кеткен. Сондай қателік. Аяғыңыз жұлып кетті ма сонда? Аяғым земнің астынан сол кесіп кетті. Сол жерде енді жаңағы есімді бір жоғалтып бір нестеп, енді жас жігітпіз. Сон бір где-то
1,5 сағаттай станцияға дейін сол станциядан мен тепловозбен көтеріп жаңағы поликлиникаға келді сол жерде. Ол жерден жаңағы врачтар бір кешігіп келді. Сол қаладағы жаңағы Ақтаудағы больницаға апарғанша 18 километр ар жағында скорыймен сол бір 1-2 сағат уақыт өткізіп алғанбыз. Енді сол жерде енді бірінші көмектер көрсетілді ғой. Енді аман қалдық. Сол сондай жағдай болды. Әрбір сәті әлі бәрі есіңізде, есімде. Жаңа біресе кейбір жерлері бар, кейбір жерлері есімде ал жоқ. өзіңізді өзіңіз қалай қолға алдыңыз, қалай жігерлендірдіңіз? Жоқ, енді басқа түскен нәрсеге енді тағдырға мойын ұсынамыз. Сондықтан ол жерде енді ол жерде қатты бір қиялға түсіп өзіңді өзің не істесең төмен түсіп кетесің ғой, белгілі нәрсе ғой. Сондықтан сол осы не болғанда да одан сайын қайта наоборот өмірмен күресу басталды. Сондықтан сол кезден бастап, 22 жастан бастап. Иә. Содан кейін Қайсарлық. Иә, сол жұмысымыз басталды. Соны әйтеуір жаңағыдай 90-шы жылдар енді бір арпалыс уақыт қой болып жатқан жаңағы. Әйтеуір қолдан келген нәрсеміздің бәрін жасадық әйтеуір осы күресіп. Содан келесі жылы 90-шы жыл сол жылы үйленуім керек болған. Сол 91-ші жылы аяғыма тұрып протезімді киіп сосын барып үйлендік. Сосын сол отбасылық жұмыстар. Аллаға шүкір қазір 3 жыл бір қызым бар. Екі ұлым үйленді, немерелерім бар. Шүкірміз. Керемет. Бауыржан мырза, пара спортшылардың бойындағы күш пен жігерді сіз қашан байқайсыз? Медаль таққанда ма, әлде өзімен өзі күрес бастағанда ма? Олар да сол жаңа жаттығуға келеді ғой, сол кезде байқайсың. Енді 30 жылдан астам өмірлік тәжірибе. Ол балалардың сөйлесу арқылы да білесіз, жаңа балалардың өздерін. Сосын оларды жаңағыдай осы тренировкеде дайындағаннан кейін де ол балалардың ортасы ол балаларды үйретеді, түсіндіреді, жаңағыдай бір-бірімен сөйлеседі ол балалар. Сосын ол өзі жаңағыдай ештеңе аяғы жоғалғанмен өмірден түңілуге болмайтынын түсінеді. Сосын ары қарай өздерінің жұмысын жасайды. Ол балаларға енді жақсы айтатын нәрсеміз бар. Сонымен жалпы сізді мынау шәкірттеріңіз қатал мінезіңіз үшін сыйлай ма, әлде әділеттілігіңіз үшін бе? Қалай ойлайсыз? Білмеймін, енді оны қатал мінез бәрімізде де мінезіміз бар ғой, бірақ онда бір қатал мінезім деп айта алмаймын. Бірақ енді ол тренировкеде болған жерде, жаттығуға келген жерде міндетті түрде талап болу керек. Талап қоямыз, сол талап орындалған. Онсыз жеңіске жетуге мүмкін емес. Бүгінде пара спортшылардың еңбегі еленіп, жақсы деңгейде жалақы да алады деп жатыр. Енді олардың әлеуметтік жағдайын, жалпы өмірлік жағдайын сізден артық адам біле бермес. Айтып өтіңізші, бүгінгі таңда пара спортшылардың әлеуметтік жағдайы қалай? Сол 2008 жылы жаңағы Атырау облысында клуб құрдық қой. Клуб құрған уақытта сол ең бірінші сол жаңа спортпен шұғылданып отқан спортшылардың ең бірінші еңбек ақысы. Соларға еңбек ақы берілу керек, онсыз ештеңеге жете алмайды, жұмыста жүре алмайды. Ол өзінің семья отбасын асырай ма, немесе жаңа спортта жүре ме? Ең бірінші соны жайлап балаларды жаттықтырып, ештеңе жоғалған жоқ. Еңбектің жемісі міндетті түрде болады. Тек еңбектеніңдер деп жұмысымызды бастадық. Сол жігіттермен. Сол балалар бүгінгі күні Аллаға шүкір өздерінің жаңа еңбек ақыларын алып отыр. Енді азды көпті енді Атырау облысынан алады, жақсы жаңа келісім шартпен 2 жыл болды. Облыс әкімінің жаңағыдай тапсырмасымен облыс спорт басқармасы арқылы жаңағы жігіттерге еңбек ақысын төлеп одан қалды. Бүгінгі күні осы мына жерде мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған спорттық даярлау орталығы бар осы Астанада. Ол ұлттық құрамаға кірген спортшыларға төленеді. Сол еңбек ақыны біз жаңа хатта жазып отырмыз, және де айтып та отырмыз, сол жігіттердің ұлттық құрамадан ойнайтын спортшыларға еңбек ақыларын көтеру мақсатында сұраныс беріп отырмыз. Ол да шешілетін болар, уақыт көрсетеді. Бірақ ол жігіттер алу керек міндетті түрде. Елдің
намысын қорғап әлемдік деңгейде бүгінгі күні командалық спорттың түрінде әлемдік деңгейге шыққан жерде ол балдарға дұрыс еңбекақылары төлену әрине. керек. Бауыржан мырза, есіңізде болса, жалпы пара арм рестлингтен әлем чемпионы Зарина Примакқа кезінде чемпион болғаннан кейін вокалдар жиынтығын сыйлағаны бар. Білесіз ба? Көпшілік мұны бұрыс қабылдады. Жалпы осы пара волейболшыларға да жеңістен кейін мынау кәсіпкерлер жағынан, қоғам тарапынан бір сый сияпатқа ұсынып, одан кейін үйір жылқы сыйлап, пәтер сыйлап жатқан жағдайлар бар ма? Ондай жоқ. Ондай жоқ. Қоғам тарапынан, яғни қолдау аз Қоғам ба? тарапынан қолдау, насихат аз ба? Әлде сол қоғам тарапынан осы нәрсе аз? Неге десеңіз, ол балалар өздерінің еңбектерімен жетті ғой, иә? Осы біздің спортты енді соңғы уақытта осы соңғы 1-2 жыл көрсетіп бастады, бірақ енді әлемдік деңгейге жеткен команда ғой. Жаңа футбол командасының спортшылары болсын, басқа да жаңағы жетіп жатыр ғой. Сол сияқты мына біздің балаларға да, біздің спортшыларға да олай төлеп, сөйтіп жеке кәсіпкерлер осындай бір қолдап отыратын болса, ол керемет болар еді. Неге десеңіз, ол балалар жаңағы осы оқу жаттығу жиыны уақытында 1 айдың 20 күнін оқу жаттығу жиынында жүреді, сыртта жүреді. Осы Астанада өткіземіз, шетелде өткіземіз. Жақсы. Сондықтан ол отбасыларына бәрі сол өздерінің алған еңбекақыларын тастап кетіп жатады. Жаңағыдай сол өз отбасы үшін керек қой, балалар үшін. Сондай кезде баспанасыз жүрген жігіттер бар. Әлі де бар, иә, құрамада. Сол баспанасыз жүрген жігіттерге үйін беріп жатса, жаңағыдай көлігін беріп жатса, енді үлкен көмек қой балалар үшін. Сондай бір азаматтар болатын болса, сол жігіттерді жаңа қолдап кетсе, ол керемет. Дұрыс болар еді. Бауыржан мырза, өзіңіз сырттай жеңіске жеткен, көңілі толық марапатталған мынау мықты тұлға ретінде көрінесіз. Ал шын мәнінде өзіңіздің ішіңізде бір орындалмаған армандар немесе шешілмеген түйткілдер бар ма? Орындалмаған арман деп, өзімнің жеке басымда нем жоқ. Мына шәкірттерім бар ғой. Егер сол істеген істер, сол жігіттеріме, шәкірттерімді сол қолдап, шәкірттеріме жағдай жасалса, мен сол ең үлкен арманым сол шәкірттеріме жаңағыдай өздерінің еңбектерінің шүкір еңбек ақыларын алып отыр ғой. Бірақ сол балаларға жаңағыдай баспана мәселесімен қамтамасыз етіп, одан қалды өздері ештеңе алаңдамай жұмыс жасайтын жағдай болса, біздің жігіттер паралимпиада ойындарында, әлем чемпионатында да үлкен орындарға жетеді деп есептеймін. Белгілі бапкер Жәнібек Сауранбаев туралы өзіңіз әңгіме қозғадыңыз. Өзі 1994-98 жылдар, шатаспасам, 89-дан 99-ға дейін 10 жыл жаттықтырды. Сол 94-98 жылдары Азия ойындарында алтын алдыңыздар. Сол кезде құрама сапында сіз де болып едіңіз ғой? Иә, мен 98-де болдым. Сол Жәнібек Сауранбаевтан не үйрендіңіз бапкерлік жағынан? Ол өте білімді, енді өте жақсы кісі болды. Ол осы волейболдың жаңа тактикасында да енді өзінің шеберлігі, тәжірибесі мол адам ғой. Ол кісі сол үйретуінде де өте жақсы кісі болды. Ол жағына білімді адам болды. Ол кісіден көп нәрсе үйрендік деп айтуға болады. Және де осы бірге жұмыс жасаған азаматтар бар. Құлышев Нұралы, Убнямов Жақсығали дейтін Ақтөбе облысынан, және де Ақтөбе қаласынан жаңағы Грибовская дейтін Федоровна Людмила. Сол кісі де мен де жұмыс жасадым Ақтөбеде тұрғанда бірге. Өте білімді адамдар, бірге жұмыс жасадық. Жәнібек ағайдың орны бөлек ол кісі. Ол кісі именно осы біздің Қазақстанда параволейболды бірінші жаттықтырған адам. Негізгі қалағандардың бірі. Негізгі қалағанның бірі деп айтуға болады. Бас жаттықтырушы болып, ол кісі қызмет атқарды 10 жыл. Ұлттық құрама қазір немен айналысып жатыр? Не істеп жатыр? Дайындық қалай жүріп жатыр? Ұлттық құрама кеше міне әлем кубогынан келгеннен кейін осы жылғы қорытындысын біз Атырау облысында өткіздік. Өзіміздің параволейбол федерациясымен бірге. Соны және сол өзіміздің жаңа осы ұлттық параволейбол федерациямыздың президенті жаңа Дүйсенбай Нұрбайұлы ағамыз келіп бірнеше жаңа компанияларға хат жазылып, сол шоу компаниясы біздің ұлттық командаға жаңағы өздерінің автокөлігін алып берді. Команда микроавтобус, және де спорттық мына жабдықтар, жаңа волейбол әлемдік стандартқа сай, жаңа волейбол сеткасы, стойкасы, доптары келді.
солармен енді қазір мына 1-желтоқсанға дейін жігіттерге демалыс бердім. Енді биылғы жылы енді өзі ішкі Қазақстан кубогы өтті 2 турдан, және Қазақстанның 4 жылда бір өтетін спартакиадасы өтті. Онда да осы Атырау облысының спортшылары жеңімпаз атанды. Және біз биылғы әлем Қазақстан кубогына 2 команда қойдық. Соның Атыраудың бірінші командасы 1-ші орын, 2-ші орынды Қызылорда, 3-ші орынды Атыраудың 2-ші командасы алды. Сол бірнеше оқу жаттығу жиыны өтті, дайындықтар өтті. Сондықтан жігіттерге қазір 1-желтоқсанға дейін демалыс бердік. Желтоқсаннан бастап келесі жылға әлем чемпионатына өзіміздің жоспарымыз бар. Дайындықты бастап кетесіз, қайттан. Және де әлемдік ареналарда ел намысын қорғап жүрген дзюдошы Бақыт Абдусамат. Ол сіздің ұлыңыз. Иә, кіші ұлым. Бүгінде Америкада екен. Америкада тұрады, 2 жыл болды. Ұлыңызды алысқа қалай жіберіп отырсыз? Жоқ, енді ол өзі сол бірінші мына республикалық спорттық колледжінде Атырау облысында 9 жасында бастады, Атырау қаласында өзінің дзюдо спортын. Сосын жаңа 15 жасында республикалық спорттық колледжге түсті. Неге? Алматыда. Сол бір жағынан сол жылы менің балам жаңа неге түскеннен кейін 16-та жаңа сол біз өзіміз көшіп баруымыз себебіміз Алматыға жақындап сол баламның кіші ұлын. Содан кейін ол Казгуде бітірді спорт факультетін. Сол жаңа күресті әлем Европа кубогын ұтты. Қазақстанның чемпионаттарында жаңағы жүлдегер болды. Сол енді соңғы 2023 жылы чемпионаттың алдында травма алып қалды. Соны бір жағынан сосын айтты, сол спортты әзірге қоя тұрайыншы. Қазір немен айналысып жүр Америкада? Бір жағынан күреседі. Сол былтырғы жылы күрес түрінен джиу-джитсудан әлем чемпионаты сол жақта жүріп, бір жағынан сол өзі дзюдо күресімен күреседі, бір жағынан сол жұмыс жасайды, сол машина айдайды. Ақша тауып жүр. Өзінің еңбек ақысы ғой. Сол өзі сол жақта жүр. Ұлыңыздың бір сөзі маған қатты ұнады. Әкемдей асқар тау тұрған кезде бір төбе болып қалу маған сын деп еді, және сізді өмірдегі жалғыз үлгі тұтар адам деп айтты. Мақтан тұтасыз ғой бүгінде ұлыңыз. Солай ғой. Енді балаларымның өздерінің солай қалыптасуына осы спорт көп көмегін берді. Оқыды, білім алды. Ары қарай сол еңбек ақысын, жақсы еңбек ақыларын тауып, ары қарай сол елге келеді. Сосын сол өзінің мамандығымен балалар жаттықтырып, ары қарай жұмыс жасайды ғой. Жақсы. Және 35 жыл бұрынғы оқиға сіздің өміріңізге бір үлкен серпіліс алып келді. Өміріңізді басқа арнаға бұрып жіберді, Ал енді сол уақытқа қайта оралып жатсақ, нені басқаша істер едіңіз? Енді жаңа мен өзім 5 уақыт намазбен жүретін адаммын. Сондықтан тағдырға иман келтіру дейтін бар. Аллаға шүкір, әр адам енді егер осында аварияға түспеген болсам, тағдырым басқаша болар еді, солай ғой енді. Осында болғаннан кейін соған көнеміз. Барымызша осы өмірде бір кішкентай ғана бір өзімнің өмір сүріп жатқан қоғамында әсіресе осы қазақ балаларына бір үлесім тисе, осы менің санатымдағы балаларға, сол менің бір ойлаған арманым деп ойлаймын, сол мақсатым. Сол балаларға көмектесіп жүру. Анау жаңа сөзінде айттым ғой, Құралай апай, Құралай Базарбайқызы Ақтөбеде. Сол кісі өзі арбада тұрса да қаншама адамдарға себепші болды. Осы қоғамда, осы арбада отырып қалған адамдарға, соларға жаңа осы Қазақстан бойынша бірінші рет мүмкіндігі шектеулі жандар үшін арнайы көп қатарлы үй салынды Ақтөбеде. Сол жерде жаңағыдай арбамен көтерілуге, лифтісі, соның астында мастерскойын ашылды. Сол мүмкіндігі шектеулі жандар сол жерде жұмыс жасайды, әртүрлі неде. Біреуі жаңағы киім тігеді, біреуі тағы да аяқ киім жөндейді деген сияқты. Әйтеуір қоғамға бір қалыптасты. Сол сияқты мен де сол спорт арқылы балалардың денсаулықтарын нығайту арқылы сондай балалардың бір қоғамға қалыптасып кетуіне бір үлесімді қоссам, сол мен енді бүгінгі. Ар жағынан қазақтың балалары
талантты ғой, олар өздерінің орнын табады деп есептеймін. Керемет. Сол арманыңызға жетіңіз және ұлттық құрама ойыншыларына толағай табыстар тілейміз. Рахмет. Сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Рахмет сіздерге. Жақсы. Құрмет көрермен, осымен бүгінгі шығармада аяқтаймыз. Бағдарламамыздың демеушісі Олимпет. Келесі бағдарламада қайта жүздескенше.